Hello everyone again. Так, бүгінгі біздің талдайтын сұрағымыз бұл ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару, яғни көп адамдардың, көп ағылшын тілін үйренушілердің қазақ тіліне аударған кезде көптеген қиындықтар бар. Мен оны түсінемін, себебі ағылшын тілі мен қазақ тілінің сөйлеу құрылымы екі түрлі болғаннан кейін, және де көптеген сөздер қазақ тіліне аударылмайды. Мысалы, who, where, why деген сияқты жай сөйлемнің ішінде келген кезде олар аударылмайды. И және де көптеген ағылшын сөздері қазақ тілінде жалғау ретінде кетіп қалады. Сондықтан көп адамдар аудара бермейді. Мен бүгін деген elementary және pre-intermediate деңгейіндегі оқушыларға арналған текст арнадым. Келесі видеомда уже үлкен деңгейдегі IELTS сияқты да upper intermediate деңгейіндегі тексті алуға тырысатын боламын. Тырысатын емес, келесі часть бөлім сол жөнінде болмақ. Так, бүгінгі біздің текстіміз Why are the British so bad at learning English? Енді қараңыздар, why? Бірінші, мен сіздерге лайфхак айтайын. Егер де сіз pre-intermediate және elementary деңгейінде болсаңыз, қалай нені тексті аударуды бастаймыз? Бірінші тексті аудармас бұрын бірінші мәтінге бір қарап шығайық. Ішінде сіз танымайтын сөздер болуы мүмкін, иә? Сізге белгісіз, таныс емес, ол сізге нені сөйлемді аударған кезде кедергі тудыруы мүмкін. Сол себепті тексті бүкіл түгелмен аудармас бұрын бірінші 1-2 минут уақытыңызды арнап, ішіндегі таныс емес сөздерді бәрін жазып алып, соларды аударылған дұрыс болады. Ол өте аудару процесін жеңілдетеді және мағынасын тез түсінуге оңай болады. Және де уже сіз уже қасыңызда vocabulary тұрады, яғни сөздік танымайтын сөздеріңіз тұрады да. И текст аударған кезде плавно, яғни жеңіл өйтіп аударып кете бересіз. Енді міне біздегі мәтініміз сіздерге. Сіз қазір менің немді кеңесімді тыңдап, видеоны тоқтатып қойып, тексті бір қарап шығып, ішіндегі сөздерді өзіңізге аударып алуыңызға болады. Себебі мен қазір бұл ішіндегі сөздердің бәрін мен білетін болғаннан, мен плавно кеткенде сіз менімен бірге жалғасып бірге отыратындай, яғни мен аударып отырған тоқтай тұрыңыз деп бірге аударып отырмайтында, бірге менімен бірге кететіндей болу керексіз, және де мен айтқан сөзіме фокус қойып отыруыңыз керексіз. Так, кеттік. Why are the British so bad at learning English? Why? Білеміз. Неге? British, не үшін мына жерде British'тің алдында the тұр? The көбінесе топтық сөздердің алдына қойылады, яғни белгілі бір топ, қауым, группа дейді ғой, я, топ туралы айтқан кезде, мысалы қазақтар the cather, немесе әйелдер the women, ер адамдар the man, немесе кедейлер the poor, байлар the rich, яғни топ, сол қауымды, сол әлеуметтік слойды населениені айтып тұрмын да. Сондықтан мына жерде the British тек қана британдық адамдарды туралы айтып тұр. So bad, so бізде бірнеше мағынаны білдіреді. Біріншісі солай, сөйтіп, сонымен деген мағынасы бар, сол себепті деген. Сонымен қатар егер so деген сөз ненің сын есімнің алдында келетін болса, яғни мына жерде bad, да? Bad это жаман деген, so bad, сонша жаман, соншама жаман деген мағынаны білдіреді, да? Why are the British so bad at learning? Мына жерде бір нәрсеге мән бергеніңізді сұраймын. Мына жерде gerund verb тұр, яғни герунди етістігі. At-тан кейін етістік келетін болса, at, in, on, of, from деген сияқты неден кейін, осы prepositionнан кейін, қосымша сөзден кейін етістік келетін болса, олар әрдайым ing мен жүреді. At learning languages, language тілдер, тілдерді үйренуде деп аударылады. At learning, да, at, ында, інде, да, де деген жалғаудың қызметін атқарады. Сондықтан мен көбінесе неге оқушыларым айтқан кезде айтам, кез келген ағылшын сөйлемі болсын, сөйлемнің соңынан бастап алсаңыз, бірінші бізге деген, кім не деген сұраққа жауап беретін сөзімізді аударып аламыз. Бұл бізде the British, британдықтар деп аударылады. И сөйлемнің соңынан бастаймыз. Британдықтар. Мына жерде сұрақ болғаннан кейін сұрақ міндетті түрде бізде көбінесе сөйлемнің ортасында, сондықтан неге дейміз. Британдықтар неге, и сөйлемнің соңынан. Languages тілдер, learning үйрену, at те.
үйренуде so bad, сонша жаман, соншама тым жаман, өте жаман деген мағынаны білдіреді. Британдықтар тіл үйренуде неге соншама жаман дейді, яғни өте нашар дейді. Так, Michael Rees has lived and worked in France for 15 years. Мына жерде грамматика бізде has lived and worked это present perfect. Present perfect'та тұр. Не үшін? Потому что 15 жыл бойы. Яғни ісіміз, іс-әрекетіміз бізде бұрында басталып кеткен, и әлі күнге дейін бұл рас. Сондықтан has lived and worked болады, иә. Michael Rees и сөйлемнің соңынан бастаймын. Әрдайым бағана айттым, кім не деген сөзді бірінші аударып аламыз. Это бұл бізде Michael Rees. И сөйлемнің соңынан бастаймыз. 15 years, 15 жыл. 15 жыл for бойы. Негізі for бізде білетін болсаңыздар ғайе және үшін деген жалғауды мағынаны білдіреді. Сонымен қатар бойы деген мағынасы бар. Бойы деген мағынаны көбінесе present perfect continuous'та келген кезде қолданамыз. 15 years, 15 жыл for бойы. In France, Францияда. In деп тұр да. In, ында, інде, ішінде, да, де деген жалғау атқарады. Францияда worked тұрды. Has lived өмір сүрді. Present perfect қазақ тілінде және орыс тілінде аударғанда өткен шақпен аударамыз. Has lived өмір сүрді және тұрды, бірақ ол деген өтіп кетті деген сөз емес, жалпы қазақ тілінде аударғанда өткен шақпен аударылады. Келесі кеттік. The British are bad speaking foreign languages. Бұл бағанағы біздің бірінші сөйлемімізге ұқсайды, иә. The British, британдықтар. И сөйлемнің соңынан кетеміз. Кейбір сөздерге мән берейік. Олар күрделі сөздер болуы мүмкін, яғни бір-біріне жалғасып тұрған сөздер. Foreign languages, foreign бұл шет тілі, шетел деген мағынаны білдіреді. Foreign шетел емес, шет деген, иностранный, да. Foreign languages шет тілдерінде speak. Мына жерде не үшін speaking деп тұр, потому что at preposition тұр, да. Да де қызметін атқарады. Сөйлеуде нашар, жаман немесе. Британдық адамдар шет тілдерінде сөйлеуде нашар дейді. It's a fact. Бұл оңай сөйлем уже. Бұл шындық. Бұл факт. In any city around Europe, you can find British tourists asking for the restaurant menu in English. Restaurant menu in English. Да, кеттік, давайте енді аударайық. Ең басында егерде осындай типтес сөздер тұратын болса, бұлар қыстырма сөздер немесе бұл деген орынды білдіреді, да, мына жерде in any city around Europe это орынды білдіреді. Оны қазақ тілінде сол күйінде аудара берсеңіз болады, орын ауыстырып керек емес. Any негізі бірнеше кез келген және де ешқандай деген мағынасы бар. Мына жерде болымды сөйлемнің ішінде ол кез келген деген мағынаны білдіреді. Ешқандай ол болымсыз сөйлемнің ішінде, кейбіреу ол сұраулы сөйлемнің ішінде білдіреді. Any болымды сөйлемнің ішінде келіп тұр. Бізде көріп тұрсыздар да, any кез келген деген мағынаны білдіреді. Кез келген, in-ді бұл жалғау, бұл да де деген жалғаудың қызметін атқарады. Оны біз қазір сөзге қосамыз. Any кез келген, city қала, around айнала, қоршаған деген сөз. Europe, Европа. Енді мен аударам. Кез келген қала, Европаның айналасындағы кез келген қала. Немесе Европадағы кез келген қала. Екі мағынада аудара беруге болады. Яғни Европада орналасқан кез келген қала деген мағынаны білдіреді. You can find мына жерде мен бірден етістікті аудармаймын, себебі қазақ тілінде етістік сөйлемнің соңында келеді. Сондықтан you seen кеттік. British tourists asking for the restaurant menu in English. Мен бірінші British дегенді аударып аламын. British tourists дегенді. Британдық туристер. Британдық туристер. И ағылшын тілінде, in English, мына жерде ағылшын тілінде menu, мәзір, for the restaurant menu, ресторанда мәзірді ағылшын тілінде asking for, сұрап жатырғанын can find, таба аласың. Find это табу. Сен британдық туристерді ағылшын тілінде мәзірді ресторанда сұрап жатырғанын таба аласың. Көрдіңіздер ма? Мен сөйлемнің соңынан бастап былайынан кеттім. Енді кеттік. At best,
They will try to say a couple of phrases they have learned from phrase book, but they will stop making an effort the moment they discover the way to knows a little English. At best, яғни ең жақсы жағдай кезде, ең жақсы жағдайда деген моментте дегенде, ең жақсысы олар, кім деген сұраққа жауап береді, дегенді аударып аламын, олар, и кеттік сөйлемнің соңынан. Енді бұл бізде күрделі сөйлем болғаннан кейін үтір арқылы көріп тұрсыздар ғой да, phrase book дегенді бірінші аударып аламын. Phrase бұл фраза деген сөз, phrase book фразалық кітап. Яғни арнайы кітап бар, который біз білетін шығармыз, ішінде фразалық уже дайын сөздермен тұрған, дайын сұрақтар, дайын сөздермен тұрған арнайы кітап болады. Кез келген тілде бар, ол қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, ағылшын тілінде де бар, сатып алсаңыздар болады. Фразалық кітап from наннен тантен. Фразалық кітаптан they have learned, яғни үйреніп алған деген мағына. Learned деген сөздің үшінші формасы. Мына жерде present perfect'те тұр. Не үшін? Себебі олар үйреніп алды. Да, фактыны айтып тұр, нәтижені айтып тұрған кезде айтамыз. Олар фразалық кітаптан үйреніп алған phrases, фразаларды, couple of phrases деп тұр. Couple ол екі түйір деген мағынаны білдіреді. Екі фразаны олар фразалық кітаптан үйреніп алған екі фразаны say, айту, to мына жерде қағиданы атқарады. Айтуға will try, тырысады. Көріп тұрсыз да, қалай менде плавно кетіп жатыр. Олар фразалық кітаптан үйреніп алған екі фразаны айтуға тырысады. Бірақ дейді, бастаймыз да. Кім? Олар и сөйлемнің соңынан бастаймын. Кішкене ағылшын тілін, мына жерде ағылшын тілі туралы айтып тұр. Know, білетін, waiter, бұл даяршы. Ал кішкене ағылшын тілін білетін, discover, анықтаған кезде, discover бұл бірнеше мағынаны білдіреді. Discover это ашу, білу, анықтау, яғни бір нәрсені узнавать деп отырылады, білген кезде. Мына жерде енді know деген тұрғаннан кейін, екі білу дегенді қолданбас үшін мен discover анықтап алған кезде деп отырамын, да. Кішкене ағылшынды білетін даяршыны анықтаған кезде, түсінген кезде деп айтайын да, олар түсінген моментте, уақытта, кезде, олар даяршыны кішкене ағылшын тілін білген кезде, анықтаған кезде, түсінген кезде, make effort, это тырысу, бір нәрсеге күш салу деген мағынаны білдіреді. Make effort, яғни тырысуын will stop, тоқтатады. Stop, тоқтату. Яғни олар даяршының кішкене ағылшын тілін білетін анықтаған кезде, олар күш салуын, тырысуын тоқтатады. Кеттік ары қарай. I read a survey once, which read. Мына жерде қараңыздар. Не үшін read? Потому что бұл өткен шақта. Яғни бұрын оқыды, сондықтан read деп оқимын. I read a survey once, which found that only 5% of British people could count to 20 in another language. I read a survey once. Мына жердегі сөйлем бірінші мағынасын түсініп алу үшін бірінші осыны аударып алайын. Сіздерге сосын болашақта қалай аудару керек екенін көрсетемін. Survey бұл сауалнама, опросник, вопросник деп алады, сауалнама деп айтады. Read оқыдым. Мен once бір рет, немесе однажды, бір кезде деген мағынаны білдіреді. Бір рет мен сауалнама оқыған болатынмын дейді. Which ағылшын тілінде аударылмайды, ол етістікке, found деген етістікке жалғанып кететін. Found тапқан, табылған деген мағынаны, немесе выяснилось, яғни білінген, табылған деген мағынаны білдіреді. Кеттік, сөйлемнің соңынан бастаймын. Бірінші, кім деген сұраққа жауап беретін сөзді аударып аламын. British people. Кім? Британдық адамдар. Мен бір рет сауалнама оқыған болатын, британдық адамдар, another language, сөйлемнің соңынан бастаймын.
another language басқа тіл деген сөз. Басқа тіл in де, басқа тіл де 20-ға дейін count санау, could санай алады. Яғни британдық адамдар дың, мына жерде айтпақшы, мына қараңыздар, 5% of British people деп тұр. Of бізде дың, тыңның қызметін атқарады. Британдық адамдардың тек қана 5% басқа тілде 20-ға дейін санай алатынын білген, немесе анықтаған. Find, сонымен қатар узнавать деген. Сіз find, discover, know үшеуі мағынасы бойынша синоним болып келеді. Кеттік. So, бағана ең басында айттым, so ол аударылады, сол себепті, сонымен, сондықтан деген мағынаны білдіреді. Сол себепті why is this? Сонымен, неге бұлай? Мынау неге осылай деген мағынаны білдіреді. I think laziness is possibly the key factor. Менің ойымша, I think негізі аударылады, мен ойлаймын, бірақ та мағына бойынша, мен ойымша деген мағынаны білдіреді. Laziness, lazy деген сөзден шыққан, lazy бұл еріншектік, is possibly the key factor. Key бұл кілтті, фактор себеп, possibly мүмкін деген мағынаны білдіреді. Еріншектік кілтті себеп болуы мүмкін деген мағынаны білдіреді сонда. There is a general feeling among British people that everyone speaks English nowadays, so it's not worth learning other languages. There is қазақ тілінде аударылмайды. Бағана айттым да, көптеген сөздер қазақ тілінде аударылмайды деп. Бірақ there is деген көбінесе бір жерде бір нәрсе тұрған кезде, соған нұсқаған кезде қолданамыз. Енді әрдайым кім не деген сұраққа жауап беретін сөзді тауып аламыз. Among British people that everyone speaks English. Мынаны қараңыздар, everyone деген және language-ға дейін бізде не істеп тұр? Тырнақшаның ішінде тұр. Бұл келесі сөйлем деген сөз. Бірінші онда өзіміздің бірінші сөйлемімізді келесі емес, бірінші a general feeling among British people дегенді аударып алайық. General бұл жалпы деген сөз, общий. Feeling, сезім. Among арасында, between және among, оны мен бөлек тағы да түсіретін болған, видео сол кезде түсіндіремін. Қазір айтып кетейін. Among бұл көп адамдардың арасында болған кезде айтады, яғни көп адамдардың арасындағы деген. Between тек қана екі адамның ортасында, арасында болса, екі заттың ортасында болса, between деп айтамыз. Among, яғни көптеген британдық адамдардың арасындағы жалпы сезім дейді. Қандай сезім? Everyone бұл бәрі. Speaks English, ағылшын тілінде сөйлейді. Nowadays, қазіргі таңда. Қазіргі таңда көп адам, бәрі ағылшын тілінде сөйлейді. So, сол себепті, сондықтан, it's not worth бұл стоит того, яғни құндылығы бар, тұрарлық деген мағынаны білдіреді. Learning other language, басқа тілді үйренуге тұрарлық емес деп ойлайды. Сол себепті басқа тілді үйрену тұрарлық емес деп ойлайды екен. Көрдіңіздер да? In multinational companies, English is often the official language of communication within the company. Кеттік аударайық. In multinational companies. Бұл бағанағы in any country, city around Europe деген сияқты. Бұл да мекен, яғни орынды көрсетіп тұр. Multinational, multi. Біздің қазақ тілінде multi деген national бұл ұлттық. Мульти ұлттық, яғни бірнеше ұлттық, көп ұлттық деген мағынаны білдіреді. Көп ұлттық компанияларда тұр, сондықтан да, компанияларда English, ағылшын, не деген сұраққа жауап береді. Зат есіміміз біздің бастауыш немесе қазақ тілінде. Is often the official language of communication within the company. И сөйлемнің соңынан бастаймын. Within арасында, ішінде деген мағынаны білдіреді. Company, компания. Компанияның ішінде communication, бұл байланыс орнату, коммуникация. Байланыс орнатудың official language, ресми тілі, жиі ағылшын болып табылады дейді. Яғни көп ұлтты компанияларда
ағылшын тілі компанияның ішіндегі байланыс орнатудың ресми тілі болып табылады. Көрдіңіздер да? Is бізде бар, тұр болып табылады, болып есептеледі деген мағынаны білдіреді қазақ тілінде. Кеттік. Also, British people who live abroad can always find other British expatriates to talk to watch British TV with, even to go to British pub, with all reasons for never bothering to learn the local language. Кеттік, енді аударайық. Also бізде қысырма сөз сонымен қатар деген мағынаны білдіреді. Әрдайым қысырма сөз сол жерде тұра береді көбінесе. Сонымен қатар British people, британдық адамдар, who бұл бізде аударылмайды, бұл етістікке жалғанып кетеді. Live бізде тұру болса, who live тұратын, who say айтатын, who give беретін болып кетеді, да? Who take алатын, who know білетін, who knows немесе, да? Так, кеттік. Live бізде етістік, сондықтан оны сөйлемнің соңында не істейміз, аударамыз. Так, мына жерде бірінші сөйлем былай. British people who live abroad. Бұл бізде бастауыш күрделі болып тұрып. Abroad бұл шетел деген мағынаны білдіреді, за границей. Шетелде live, who live тұратын. Шетелде тұратын британдық адамдар бұл есепте аударылады. Can always find, не істемейміз, сөйлемнің соңында аударамыз, бірақ та always деген сөз уақыт бізде қазақ тілінде ортада кездеседі, сондықтан ол сөйлем соңында емес, қазір аудара берсек болады. Шетелде тұратын британдық адамдар әрдайым так, кедергі жасап жатыр. Так, мына сызыққа дейінгі, мына теренің алдындағы сөзден бастаймыз. Тереден кейін ол басқа сөйлем, келесі сөйлем. British pubs with. British pub деген бұл пивнушка, кафешка деп, кафетерий деп аударылады. Мен кафе деп айта берейін. Британдық кафеге баратын, да, even. Тіпті британдық кафеге баратын, британдық телевизорды қарайтын, сөйлесетін, да, сөйлесуге British expatriates, британдық экспатты басқа, да, other, басқа британдық адамды, шетелдік адамды тауып алады дейді. Expatriates көбінесе шетелге жұмысқа баратын адамдарды expatriates деп айтады. Келесі, all reasons, барлық себептер, for never, ешқашанда, bother деген бұл деген уайымдау, қобалжу, кедергі жасау деген мағынаны білдіреді. To learn the local language. Local бұл жергілікті, language тіл. Жергілікті тілді үйренуге, bother қиналмас үшін, немесе уайымдамас үшін, кедергі деген мына жерде келмейді, яғни волноваться етпеу үшін, да, жергілікті тілді үйренуге қиналмай-ақ, ешқашанда қиналмай-ақ, соған бас қатырмаудың барлық себебі дейді. Соның барлығының себебі бас қатырмау керек, да, жергілікті тілді үйренуге. The situation in British schools doesn't help. The situation in British school бұл орын Британиялық мектептердегі situation, ситуация, жағдай. Британдық мектептердегі жағдай doesn't help, көмектеспейді. 10 years ago, 10 жыл бұрын, уақыт әрдайым сол жерде тұр ма, аудара беріңіздер, ағылшын қазақ тілінде де солай тұрады. 10 years ago, 10 жыл бұрын, about 80% of children at secondary school studied a foreign language. Кеттік. Мына жерде кім не дегенге сұраққа жауап беретін бастауыш сөзіміз міне бізде. Кеттік, аударайық. Secondary school бұл деген орта мектеп, біздерде жалпы мектеп деп аударылады. Жалпы мектептің балаларының, яғни ортаңғы мектеп балаларының 80%-ға жуығы, about бізде туралы, шамамен жуық деген мағынаны білдіреді. 80%-ға жуығы studied foreign language. Foreign language шет тілін studied оқыды.
өткен шақта тұр. Яғни 10 жыл бұрын жалпы ортаңғы мектептің балаларының 80% жуығы шет тілін оқыған. Today, қазіргі таңда, бүгінде, кешірім сұраймын, that number has gone down to 48%. Gone down, это go down деген сөз, төменге түсу деген мағынаны білдіреді. That number, яғни ана номер, яғни имеется в виду 80% деген соны айтып тұр да, соған нұсқап тұр. That number, сол саны, мөлшері, көрсеткіш деп аударуға болады. Сол көрсеткіш 48%-ға төменге түскен дейді. Has gone, бұл present perfect, себебі біз today, қазіргі таңды көрсетіп тұрмыз. And even the few pupils who study foreign languages at school don't have as many hours of classes as pupils in other European countries. Кешірім сұраймын, уже тілім күрмеленіп кетті. And even тіпті деген, және тіпті, the few pupils, few бізде аз деген мағынаны білдіреді, немесе бірнеше деген. Few бұл саналатын зат есімнің алдында қолданылады. Мына жерде pupils оқушылар. Who study foreign language at school, біз бұл мына бастауышқа толық тағы бір ақпарат, қосымша ақпарат беріп тұрған болып табылады. Who, бағана айттым, етістікке жалғам кетеді, итін деген сияқты жалғауды. Who study, оқитын болып кетеді. Foreign languages at school, мектепте foreign languages, шет тілін оқитын, аз деген, яғни бірнеше оқушылар, тіпті бірнеше оқушылар, don't have, яғни өзі аз-ақ қана процент өзі оқиды, сол шет тілін оқиды. Don't have, это бар болса, don't have жоқ болады. Енді кеттік сөйлемнің соңынан бастаймыз. In other European countries, басқа европалық countries, елдерде, басқа европалық елдердегі pupils, оқушылар, as, сияқты ретінде деген мағынаны білдіреді. Мына жерде сияқты деп аударылады. Оқушылар сияқты many hours of classes. Many hours of classes. Класс бұл класс деп сынып деп аудармаймыз, бұл сабақ деген мағынаны білдіреді. Көп сағат, сабақтардың көп сағаты жоқ. Көп сағаттар жоқ деген мағынаны білдіреді біздің қазақ тілінде. Яғни, және тіпті мектептегі шет тілін оқитын аздаған оқушыларымыз, басқа европалық елдердегі оқушылар сияқты, оларда көп сағат жоқ дейді, көп сабақ болмайды дейді. I think it is also a problem that British children don't study English grammar anymore, which makes it more difficult for them to learn the grammar of another language. Так кетті. I think, бағана айттым, менің ойымша, it is also, бұл сонымен қатар, проблема, мәселе, өзекті мәселе, да? Бұл сонымен қатар мәселе болып табылады. Не екен? Британдық балалар, кім деген сұраққа жауап береді? Британдық балалар, which деп тұр, which, яғни мына сөйлемді толықтырып деп тұр, сондықтан мен сөйлемнің соңынан бастаймын. Another language, басқа тілдің, көрдіңіз, тілдің деп оқыдым, себебі of деген тұр. Басқа тілдің грамматикасын үйренуге, them, оларға, яғни басқа тілдің грамматикасын үйренуге оларға more difficult, қиынырақ, makes it қиын қылады, қиын ететін, қараңыздар да, бағана айттым, who, which, және де what, немесе that, бұл етістіктің алдында тұрса, яғни толықтыру мағынасында тұрса, атын, итін деген, make difficult, қиын ететін, қиын істейтін, қиын ететін, anymore, қараңыз, мен бірінші сөйлемді аударып алдым, басқа тілдің грамматикасын үйренуге оларға қиын ететін, қиын қылатын немесе, anymore, ендігәрі, больше де мағынамдар, ендігәрі ағылшын грамматикасын оқымайды дейді.
британдық балалар сөйтсек ағылшын грамматикасын ендігі әрі оқымайды екен дейді. Ары қарай зерттемей оқымайды, сол себепті оларға басқа тілдің грамматикасын үйрену тіпті қиын. Сонда біздің сөйлеміміз былай аударылады. Енді қараңыздар. Ағылшын британдық мектептерде британдық балалар ағылшын тілін ендігі әрі оқымайды. Ол басқа тілдің грамматикасын үйренуде оларға қиындық тудырады. Бұл өзекті, менің ойымша бұл өзекті проблема болып табылады. Міне көрдіңіздер ғой да, мен сіздерге көрсеткенімдей ағылшын тілінің сөйлемдері аударған кезде қазақ тіліне сөйлемнің бастауыш сөзін аударып, сондықтан сөйлемнің содан кейін барып сөйлемнің соңынан бастасаңыз сіздерге тіпті жеңіл, тіпті әрі қарай одан әрі оңай болып табылады. Сол себепті мен сіздерге қазір бірнеше мәтіндер беретін боламын, маған соны аударып, осы менің көрсеткенімде аударатын болсаңыздар сіздерге одан әрі жеңіл болады. I hope my lesson was beneficial and useful for you. Keep practicing. Әрдайым практика істеп, әрдайым жаңа сөздерді үйреніп, жаңа кітаптарды оқитын болсаңыздар, сіздерге қазір мен қалай аудардым, сол сияқты аудару оңай болып табылады. Thank you very much for watching my video. Goodbye.